15-те 8-ші есеп. Бізде геометриялық прогрессияның үшінші мүшесі түбір үшке тең дейді. Значит, b3 менде түбір үшке тең дейді. Прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің көбейтіндісінің мәнін табыңдар. Яғни, b1 көбейту b2 көбейту b3 көбейту b4 көбейту b5 дегенді біз табу керекпіз. Ол үшін мен мына b3-ті, мына формуламыз бар еді ғой, bn тең болады b1 көбейтілу q-дің n минус 1 дәрежесі деген. Осы арқылы b3-ті өрнектеп алса, мысалға мен b3 дегенім неге тең? b3 дегенім b1 көбейтілген q-дің квадратына тең. Мына жерде n-нің орнына 3 қойсаң, 3 минус 1 2 дәрежесі болады. b1 көбейтілген q-дің квадраты. Яғни бұл дегенім менде түбір үшке тең, b3 дегенім. Енді мен осыдан b1-ді өрнектеп алсам, ары қарай b1-ді өрнектесем, ол менде, значит, түбір 3 бөлінген q квадрат деген сөз, дұрыс па? Мына мен b1-ді өрнектеп алып, мына жерге жазып қояқ. b1 дегенім түбір 3 бөлінген q квадрат. Бұл b1. Енді b2-ні табайық. Мына b1-ді таптық, келесі b2-ні табайық. b2 дегенім қалдай? b2 деген b1 көбейтілген q. Мына формулаға қойсақ. Ал менде b1 бар. b1-дің орнына мынаны қоям. Түбір 3 бөлінген q квадратты қоям. Мынаның орнына қойым. Көбейтемін q. q-дің квадратымен мына q-ді қысқартып жіберем. Сонда менде не қалды? Түбір 3 бөлінген мына жерде q-дің 1 дәрежесі қалды, Келесі b3. b3 менде беріліп тұр онсызы. Түбір 3. b3-ті таптық. Келесі b4. b4 дегенім ол b1 көбейтілген q-дің кубы болады, Достар, мына формуламен қойып отырмын бәрін. 4-ті қойсам 3 болады мына жерде. b1 дегенім тағы да мынаны қоям. Бізде тауып қойдық қой, түбір 3 бөлінген q квадратты қоям. Оған көбейтемін q-дің 3 дәрежесін. Сонда q-дің 3 дәрежесімен мынау қысқарып кетеді. Сонда менде түбір 3 көбейтілген мына жерде q-дің 1 дәрежесі қалды, Келесі соңғы b5-ті табамыз. b5 дегенім b1 көбейтілген q-дің 4 дәрежесі. b1-дің орнына тағы да мынаны қоям. Түбір 3 бөлінген q-дің квадратын қоямын. Көбейтемін q-дің 4 дәрежесі. q-дің 4 дәрежесі. q-дің квадратымен 4 дәрежесінің екеуі қысқарады. Сонда түбір 3 көбейтілген мына жерде 2 дәреже кетіп қалды. 2 қалды, q квадрат қалды. Все, біз бәрін тауып шықтық. Мынаның бәрін тауып шықтық. Енді бәрін бір-біріне көбейтеміз. Значит, b1 дегенім менде түбір 3 бөлінген q квадрат еді, мына b1. b2 дегенім көбейтемін. Түбір 3 бөлінген q шықты. Дальше көбейтем. b3 дегенім түбір 3-ке тең. Дальше b4 дегенім түбір 3 q. Дальше b5 дегенім түбір 3 q квадрат. Енді қысқаратындарды қысқартамыз. Так, q мен мына q қысқарады, мына q квадрат пен мына q квадрат қысқарады. Сонда менде 1, 2, 3, 4, 5. 5 түбір 3 қалды. Мына жерге былай шығара салайықшы, достар. Түбір 3, көбейту түбір 3, көбейту түбір 3, көбейту түбір 3, көбейту түбір 3. 5 түбір 3, Мына 2 түбір 3 маған 3-ті береді, Түбір 3-ті түбір 3 көбейтсем. Мына 2-ін көбейтсем 3-ті береді. Мына жерде түбір 3. Значит, 3 көбейту 3 көбейту түбір 3, ол менде нені береді? 9 түбір 3-ті береді, 3-ті 3-ке көбейтсем 9, 9-ды түбір 3-ке көбейтсем 9 түбір 3 шықты.